Бастай береміз, да? Так, у кого включен микрофон? Құрметті тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін вебинарда кездесіп отырмыз. Вебинардың тақырыбы балаларды ерте дамыту бойынша педагогикалық жүйелерінің ғылыми, теориялық және концептуалдық негіздері. Бүгінгі отырысымызда осы вебинардың Монтессори, Ибока және тағы да басқа ғылымдардың әдістерін қарастырамыз. Инновациялық технологиялар тәрбиелеу мен оқытуға қойылған мақсаттарға жетуге бағытталған заманауи әдістер мен ұтымды тәсілдердің тәрбиелеу мен оқытудың дәстүрлі емес әдістерінің жаңа оқыту құралдарының жүйесі болып табылады. Тоқтала кетсек, тұлғалық бағдарлы технологиялар. Бұл технологиялар білім беру жүйесінің ортасында бала тұлғасын қояды. Даму жағдайында жайлы, жанжалсыз және қауіпсіз жағдайлармен қамтамасыз етіп, табиғи шығармашыл әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тұлғалық қарым-қатынасына, басымдығына ерекше көңіл аударады. Іс-әрекет субъектісі ретінде баланың жан-жақты, еркін және шығармашылықпен дамуын мақсат етіп қояды. Басқа да тұлғалық бағдарлық технологиялар бар. Тоқталып кетсек, ол зерттеушілік, мәселелік ізденушілік. Бұл технологияға тән сипат педагогтың жаңалықтар ашу арқылы оқыту үлгісін жүзеге асыру болып табылады. Коммуникативті пікірталас. Бұл технологияның ерекшелігі зерттелетін сұрақтар бойымен әртүрлі пікірлерді сипаттайтын, оларды салыстырып, пікір сайыстарды шынайы пікірді талқылау арқылы іздестіру болып табылады. Имитациялық үлгілеу, ойын. Бұл технологияға тән ерекшелік білім беру кеңістігінде өмірлік маңызды кәсіби қиыншылықтарды үлгілеу және оларды шешу жолдарын іздестіру болып табылады. Психологиялық өзін-өзі анықтау. Берілген технология осы немесе басқа білім беру іс-әрекетін орындау бойынша баланың өзін-өзі анықтауын жүзеге асырады. Іс-әрекеттік. Бұл технологияға тән сипат баланың алдағы іс-әрекетті жобалап, оның субъектісі болу мүмкіндігі болып табылады. Рефлексивтікті. Бұл технологияның ерекшелігі баланың іс-әрекетті, яғни қандай тәсілдер арқылы нәтижелер алынды. Оның барысында кездескен қиыншылықтар, олар қалай шешілді және бұл ретте ол не сезінгенін түсінуі болып табылады. Егер барлық технологиялардың ерекшелігін біріктірсек, онда интегралды технология пайда болады. Интегралды технологияның өкілдерінің бірі жобалық іс-әрекет болып табылады. Оның негізінде белгілі мәселені шешуге іріктеліп алынған жоба жатады. Проблемалық жобалық технологияның мәні белгілі бір мәселелерді шешу және жолдарын іздестіруге балалардың қызығушылықтарын ынталандырудан құрылады. Ол балалардың танымдық материалда проблеманы анықтап, педагогпен бірге белгілі бір жобаны әзірлеп, оның шешу жолдарын бірігіп табуды баяндауын болжайды. Жобамен жұмыс істеу нәтижесінде баланың ойы белсендіріледі, білім-білік дағдыларын шебер меңгеруі жүзеге асады. Берілген технологияны қолдану дербестікке үйретеді, шығармашыл бастамашылығын дамытады, қоршаған ортамен таныстыруда, ойындармен еңбек
қарапайым математикалық түсініктері мен әңгімелесу дағдыларын қалыптастыруда тиімді. Осы проверь ма? Да, потом. Ойын технологиялары. Заманауи мектепке дейінгі білім беру жүйесінде ойын іс-әрекеті тұтас коммуникативті ойын ортасында кіріктірілген білімдері негізінде жинақталатын ұғымдарды меңгеру үшін дербес технология ретінде қолданылады. Ойын әдісі басқа әдістерден айрықша ерекшеленеді. Ол балаға зерттелетін құбылыстың қызметіне қатысуына, біршама уақыт нақты өмірлік жағдайларда өмір сүру мүмкіндігін береді. Ойын әдісінің ерекшелігін айтарлықтай деңгейде ойын ортасы анықтайды. Балалармен жұмыс барысында ойындар бөлме, көше, компьютер, заттармен және заттарсыз, үстел, үстіндегі баспа, басқару тетігі бар ойындар тағда басқалар қолданылады. Ойын технологияларының мазмұнына ойын әрекетінің басқа да тәсілдермен үйлестірілгенде түрлі компоненттерді қолдану кіреді. Олар сұрақтар, нұсқаулар, түсініктемелер, анықтамалар, көрсетулер. Оқытудың ойын түрін ұйымдастыруда балаларды танымдық іс-әрекетке ынталандыруға қоғаушы құрал ретінде ойын уәждемелерінен құрылады. Заманауи ойын технологиялары күрделі ойлау операцияларын шешуді болжайды. Трансформация, аударма, таңбалар мен сөздер түсіндіруге арналған міндеттер, мағынасын, мәнін және тағы да басқадай түсіндіру. Заманауи сөйлейтін әліппе, электронды конструктор, сөйлейтін қалам, дамытушы ойындары балаға ойнап қана қоймайды, сонымен қатар арнайы кітаптарды дербес зерттеуге мүмкіндігін береді. Интерактивті оқыту технологияларына тоқталатындай болсақ, берілген технологиялар баланы жан-жақты дамытуға бағытталған, білім беру үдерісінде белсендіруші, әдіс тәсілдерді қолдану арқылы оқытушы және дамытушы сипаттағы әдістемелері қамтиды. Олар оқуға ерте үйрету, тілдерге үйрету, танымдық материалды сызбалық таңбалық үлгілер негізінде үйрету, Монтессори өзін-өзі дамыту әдістемесі, ұжымдық пікірталас және оқу рөлдік ойындардың әдісі. Бүгінгі күні осы вебинарға бізде Иманбек Күмсай Баянбек қызы Мария Монтессори педагогикалық жүйесінің негізгі қағидасы. Осы тақырыпта Иманбек, дайынсыз ба? Мария Монтессори педагогикалық жүйесінің негізгі қағидалары. Монтессори әдісінің мәні баланы өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі оқыту, өзін-өзі дамытуға бағытталған. Бұл педагогикалық жүйеде адамның еркіндігі мен қадір-қасиетіне деген көзқарас бала кезінен маңызды болып келеді. Тәрбие үдерісіне қойылатын негізгі талаптардың бірі баланың рухани еркіндігіне құрметпен қарау. Монтессори үшін адамның рухани дамуы оның психикалық және физикалық дамуымен тығыз байланысты. Монтессори саналық пен ойлаушылық қабілетінің дамуы үшін сезім мүшелері қабылдауының, қозғалыс дамуының маңыздылығының үнемі көрсетіп отырды. Монтессори педагогикалық жүйесінің негізгі қағидалары құрылған. Жалпы 7 түрі бар. Бірінші антропологиялық қағидасы. Монтессоридің педагогикасы баладан басталады. Оның ортасында білімі антропология мен психология тұрғысынан құралатын бала тұрады. Бұл педагогикалық жүйеде адамның еркіндігі мен қадір-қасиетіне деген көзқарас бала кезінен маңызды болып келеді. Тәрбие үдерісіне қойылатын негізгі талаптардың бірі баланың рухани еркіндігіне құрметпен қарау. Монтессори үшін адамның рухани дамуы оның психикалық және физикалық дамуымен тығыз байланысты. Монтессори саналық пен ойлаушылыққа
білетінін, қабілетінің даму үшін сезім мүшелері қабылдауының, қозғалыс дамуының маңыздылығының үнемі көрсетіп отырды. Екінші, бала дамуының еркіндігі қағидасы. Тәрбие құрылымы өзгеруінің астарында Монтессори тәрбиелеу үдерісінде еркіндік жағдайларын жасауды түсінді. Дәл осыған байланысты жұмыс түрі мен құралдары өз еркімен таңдау, Монтессори топтардағы оқу үдерісін ұйымдастыруды дәстүрлі сынып сабақ жүйесі мен кәдімгі балабақшадағыларды топтық ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін өткізу жүйесін ерекшелендіреді. Басты мақсаты еркін, өздігінен ойлай алатын, өзін басқара алатын, жауапты жеке тұлғаны тәрбиелеу болып табылады. Осыдан Монтессори бойынша білім берудің дефисі пайда болды. Өзіме істеуіме көмектес. Мен өзім, педагог үшін баланың бұл тілегі орындалуға міндетті. Монтессоридің ойынша кішкентай баланың өзімен өзі болуға тәуелсіздікке ұмтылысын ересектер құрметтеуі керек. Жауапты адам өссін десе, тәрбиелеу үдерісінде одан әрі бекітіліп қолдауға ие болуы керек. Монтессори педагогикасына үдерістің көзқарас балаларға олардың дереу орындалуға тиіс тілектері мен анықталатын шектелмеген еркіндік берілген. Яғни, олар не қаласа, соны істейді деген жалған ұғымға әкелуі мүмкін. Іс жүзінде олай емес. Монтессори педагогикасында біріншіден басқа балалардың және ұғымның сұранысында басқаларға не кедергі жасамайтын нәрсенің бәрі болады. Әрбір затты орнына қою керек. Екіншіден, жұмыстың қажеттілігінде еш нәрсе істеуге болмайды. Бастаған істі аяғына жеткізу керек, еркіндіктің өзінің шекарасы бар. Монтессори тек осылай ғана өз ісінің шебері болуға үйренуге болады деп санады. Оның жүйесіндегі еркіндік баланың дидактикалық түрде әзірленген ортада еркін қозғалысын, өзінің іспен айналысуына орынды еркін таңдауын, танымдық қызығушылығына керекті заттар мен дидактикалық материалды еркін таңдауын, өз ісімен айналысуға қажетті уақытты еркін белгілеуін, білім деңгейін таңдау еркіндігін, коммуникациясы мен іс кезінде балалардың бірігу еркіндігін білдіреді. Еркін тірлігінің арасында бала өзінің мүмкіндіктерін бағалай алады және материалды, орынды, серіктес тағы басқа таңдағанда дұрыс шешім қабылдай алады. Сол қабылданған шешімге өзінің жауапкершілігін түсінеді. Үдерістен және нәтижесінің қуаныш алады. Монтессори өзінің еркіндік түсінігін баланың үлкендердің еркініне тәуелді болмау деп түсіндірді. Бұл дегеніміз баланың үлкендердің минималды көмегі арқылы өзіне қызмет етуі, жананы игере білуі, маңызды шешімді өзі қабылдауы мен баланың даралық құқығын қорғау болып табылады. Үшінші, назарды шоғырландыру қағидасы. Ұзақ уақыт алаңдамай бір нәрсеге назарын аударып жұмыс істеу, бастаған ісін аяғына дейін жеткізу, материалмен қалай жұмыс істеуді көрсетіп беретін педагогтың қимылын мұқият бақылау, егер қажет болған жағдайда түсініктемелерді тыңдау, өздігінен жұмыс істеу және өзінің қателерін бақылауға басқаларға бөгет болмау, орындалғанда ғана еркін және өздігінің бір іспен айналысуға болады. Монтессори мұны назардың поляризация деп аталады. Бұл феноменді ол кішкентай балалармен жұмыс істегенде ашты. Монтессори назарды шоғырландырудың жоғары деңгейі ақыл ойдың басшылығы мен қолдарды белсенділігін тудырады деген тұжырымға келді. Балалық эксперименттеу өз еркімен алынған зат белсенді зерттеушілікпен қараудың салдары болып табылады. Бұл өз кезегінде баланың азарын ойлау қабілетін белсендіреді және оларды ұзақ уақыт нәтижелі бірігуге әкеледі. Бұл құбылыс поляризация деп аталады. Төртінші, арнайы дайындалған оқыту орта қағидасы. Қоршаған оқыту ортасын жасағанда баланың физикалық мүмкіндіктері міндетті түрде ескеріледі. Монтессори материалы баланың қоршаған ортада сіңірілуіне қажетті көмек болып табылады. Монтессори материалдары бала үшін әлемге кілт болып табылады. Бесінші, синтетивтикалық қағидасы. Монтессоридің дидактикалық материалдары өзінің құрылымы мен заттық логикасы бойынша бала дамуының синтетивті кезеңдеріне сәйкес келеді. Алтыншы, шектеу мен тәртіп қағидасы. Тәртіпті бұзу мен қайта қалпына келтіру бала іс-әрекетінің ең күшті мотиві деп саналады. Жетінші, әлеуметтік тәрбиелеу мен интеграция қағидасы. Жеке жұмыс пен жеке қызығушылықты болуы, жасы мен тәжірибесі, гетерогенді даму кезеңі мен тәжірибесі бойынша әртүрлі және әр жастағы топтарда жеке жұмыс істеуге арналған оқу құралдарына байланысты болады.
тарқаттық. Рахмет, Мүсай Баянбекқызы. Сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Басқа тыңдаушыларға. Келесі біздің қарастыратын әдіс ол педагогикалық жүйе. Мансару Ибука педагогикасының негізі. Оқитын Жұмабекова Жұлдыз Нұркеновна. Юнаға қосмадан кішке шыққан олардың несіне кейіпімен аға давай пока. Прокетик, то значит, я? Сейчас я ему напишу. Масару Ибука педагогикасының негізі. Шығармашылығы. Ибука балабақшада үйрету тым кеш 1971 жылы кітабының авторы. Бұл кітапта ол балаларды үйретудің ең маңызды бөлігі туғаннан 3 жасқа дейін өтетінін айта келе, осы сәтті тиімді пайдаланудың жолдары мен құралдарын ұсынады. Кітаптың алғы сөзін адам потенцияларын дамыту институтының негізін қалаушы Глен Доман жазды. Бұл институт ата-аналарға балалардың миының дамуы туралы білімді үйретеді. Ибука мен Доманның пайдалануынша бала өмірінің бірінші жылы бір нәрсеге үйрету үшін өте маңызды болып табылады. Тұжырымдама негіздері бірінші адамның мінезі мен қабілеті туылған мезетінде емес, көбіне оның өмірінің белгілі бір кезеңінде қалыптасады. Екінші, баланың ақыл-ойы қабілетінің дамуының кілті бұл баланың өмірінің алғашқы 3 жылындағы танымдық жеке іс тәрбиесінде болады. Үшінші, артта қалған балалар болмайды. Барлығы оқыту әдістеміне байланысты. Баланы ерте жастан дамытудың жалғыз мақсаты ол бала терең ойлымен тәні сау болып, бойында зеректілік пен рақымдылық қасиеттері табылатындай етіп білім беру. Мидың құрылымы 3 жасқа қарай қалыптасады. Егер алғашқы 3 жылда мықты база орын алмаса, үйретудің бәрі бекер. Бұл жақсы нәтижеге жету үшін нашар компьютерде жұмыс жасаумен тең. Бөтен адамның алдында баланың жасқаншақтық танытуы бұл баланың бейнелерді танып білу қабілетін дамуының дәлелі. Заманауи тәрбие беруде қаталдықты бәрі боладымен алмастырып үлкен қателік жасайды. Баланың өмірінің алғашқы жылдарында қаталдық пен мейірімділік қатар орын алу керек. Жас кезеңде араласпай кейін есейген шақта қысым көрсету бала бойындағы талапты басып, қарсы мінез құлыққа әкеліп соқтырады. Ересектердің қиын және оңай түсініктері бала үшін жарамайды. Баланы қызықтырған кез келген зат оның зейінін түгелдей өзіне аударады. Оның керемет асыл тас болсын, я болмаса жай тас болсын, бала өзіне қызық нәрсені ғана есіне сақтайды. Бір құмалақ қарын майды шірітеді деген сөз бала тәрбиесіне өте жақын. Ерте жаста берілген тәлім тәрбие баланың бүкіл өміріне азық болмақ. Сондықтан ата-ана берген тәлім тәрбие игілікті де пайдалы болуын қамтамасыз ету қажет. Қорытындылай келгенде, балабақшадағы мектепке дейінгі білім беру және тәрбиелеу ісінде баланың отбасымен тығыз қарым-қатынасқа болу қажетті. Өйткені ата-аналар бала тәрбиесіне жауап береді. Олар баланы тәрбиелеу мен оқытуда өздерінің рөлін сезінуі тиіс. Бала тәрбиелеу болашаққа ең үлкен инвестиция. Біз бұл мәселелерге осылай қарап балаларымызға жақсы білім беруге ұмтылуымыз керек. Қазақстан 2050 жолдауында атап өткенде, балалар мемлекетіміздің болашағы, қоғамымыздың өрлеп даму өсіп келе жатқан жеткіншектердің ой санасына рухани адамгершілік тәрбие бере білуімізге байланысты. Еліміздің болашақ өрендерін тәрбиелеу жолындағы еңбектеріңіз өнегелі де өрелі болсын. Аяқталды. Что у меня тут? Рахмет. Оспан Назгүл, Жұмабекова Жұлдыз Нұркенқызы болды. Келесі бізде Оспан Назгүл Шаймарданқызы, сіз мені естіп тұрсыз ба? Оспан
Ау, естіп тұрмын, аха. Құспан Назгүл Шамардан қызы. Аха, сізді естіп тұрмын. Құспан Назгүл Шамардан қызы, сіз мені естіп тұрсыз ба? Естіп тұрмын. Жақсы, келесі сіздің баяндамаңыз. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Бастай беріңіз. Аха, мектепке дейінгі баланың қабілетін өтішітті технологиясы арқылы дамыту. 1946 жылы Альтшулер шығармашылық әдіснама бойынша жұмысын бастады. ÖTШT атауы кейінірек 70 жылы пайда болды. ÖTШT технологиясын Альтшулер ойлап тапқан. Шығармашылық тапсырмаларды орындау теориясы адамның шығармашылық мүмкіндіктерін дамытудың жаңа әдістемесі үшін негіз болып табылады. Шығармашылық мүмкіндіктердің көріне бастауының себебі балалық кездегі елестету деңгейінің жоғарылығы мен балалардың ойлау, танымдық бағытының дамуымен түсіндіріледі. Мектепке дейінгі балалық шаққа бейімделген ÖTШT технологиясы баланы шығармашылық тапсырмаларды орындауды үйретеді және оның бойында шығармашылық қажеттілікті дамыта отырып, оның қызығушылығына сүйене отырып, шығармашылыққа жүйелі түрде жетелеуге мүмкіндік береді. ÖTШT және оның принциптері тек техникалық қана емес, сонымен қатар басқа да шығармашылық тапсырмаларды шешуге қолайлы. ÖTШT өнертапқыштық тапсырмаларды шешу теориясы деп белгіленеді. Негізін салушы Альтшулер оның технологиясының басты идеясы техникалық жүйелер белгілі бір заңдармен туындап дамиды. Бұл заңды тану болады және өнертапқыштық тапсырмаларды шешу үшін қолдануға болады. Мектеп жасына ÖTШT мақсаты балалардың ой өрісін дамытумен қатар жүріп жатқан үдерісті түсіндіре отырып жүйелі ойлауға үйрету. Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық құзыреттілігін қалыптастырудағы ÖTШT технологиясының рөлі. Қазіргі таңда қоғам сұраныстарына сәйкес мектепке дейінгі білім беру жүйесіне инновациялық технологияларды енгізу, уақыт талаптарына сай құру көкейтесті мәселелердің бірі болып отыр. Осыған орай мектепке дейінгі білім беру инновациялық тұрғыдан қарау, озық тәжірибелер мен идеяларды насихаттау қажеттілігі туып отыр. Еліміз дамуының жаңа кезеңі барлық салалардың инновациялық индустриялық дамуына көшуді қарастыратын жаңа міндеттерді алға қойды. Бұл жаңа талаптарға сәйкес білім беру жүйесінің бара-бар өзгерістерін талап етеді. ÖTШT бейімделген әдістерді қолдануға артықшылықтары бары сөзсіз. Балалардың танымдық іс-әрекетін белсендіреді, шығармашылық туындауына ынта береді. Балалардың бейнелей сөйлеуін дамыту үшін жағдай жасайды. Барлық тілдік құралдардың меңгерудің тиімділігін арттырады. Лексика, грамматикалық құрылысын құрудағы саналылығын қалыптастырады. Ойлау қабілетінің талдау синтетикалық операцияларының икемділігін дамытады. Мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс жасауда ÖTШT элементтерін қолдана отырып, келесідей дидактикалық қағидаларды ескерту қажет. Тыңдау еркіндігі қағидаты. Балаға кез келген оқыту және басқару әрекетіне таңдау құқығы. Ашықтылық қағидаты. Балаға ашық тапсырмалармен жұмыс істеу мүмкіндігін беру керек. Шығармашылық тапсырмалармен жағдайда шешімнің әртүрлі нұсқаларын жасау керек. Іс-әрекет қағидаты. Кез келген шығармашылық тапсырмаға практикалық іс-әрекетке қосу қажет. Кері байланыс қағидаты. Тәрбиеші балалардың ойлау операцияларын меңгеру үдерісін тұрақты бақылай алады.
Өйткені жаңа шығармашылық тапсырмада алдыңғы шығармашылық тапсырманың элементтері болады. Мінсіздік қағидаты: шығармашылық тапсырмалар арнайы жабдықты қажет етпейді және кез келген сабақтың белгілі болуы мүмкін. Бұл өз кезегінде балалардың білімі мен қызығушылықтарын, мүмкіндіктерін барынша қолдануға мүмкіндік береді. Мектеп жасына дейінгі балалар үшін өте жіті технологиялар бұл тәрбиешілер үшін толық әдістемелік ұсыныстары бар ұжымдық ойындар мен сабақтар жүйесі. Өте жіті негізі бағдарламасын ауыстыруға емес, оның тиімділігін барынша арттыруға арналған. Тәрбиеші жұмыс істейтін кез келген бағдарлама негізінде практикада тексерілген өте жіті әдістері мен тәсілдерін қолдануға болады. Өте жіті ұстанушылардың ұстанымы: әрбір бала тумысынан дарынды немесе кемеңгер, алайда оны барынша төмен шығын жағдайында барынша жоғары нәтижеге қол жеткізу үшін қазіргі заманға бағдарлануына үйрету керек. Барлық сабақтар мен ойындар баланың тақырыпты материалдық іс-әрекет түрін дербес таңдауға білдіреді. Олар балаларды заттар құбылыстарының қайшы ерекшеліктерін анықтауға және осы қайшылықтарды шешуге үйретеді. Қайшылықтарды шешу шығармашылық ойлау деген тіл. Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған әдіс тәсілдер: жүйелік жақындау, компоненттік, құрылымдық, функционалды және генетикалық жақындаудың элементтер негізінде қоршаған ортаның жүйелік көріністерінің бастауларын қалыптастыру. Бірімен тығыз байланыста болатын бөлімдерден құралған жүйені біртұтас ретінде түсінік беру. Объектінің осы шақтағы, өткен шақтағы және келер шақтағы жағдайын бөліп ала отырып, уақыт және кеңістік туралы ұғым беру. Каталог әдісі: балалардың кез келген таңдалған сөздің белгілерді екінші бір кез келген басқа кітаптан алған сөздерге ауыстыруға үйрету. Қарама қайшылықты шешу әдісі: ұсынылған заттар мен құбылыстарды әр қырынан қарау. Сиқырлы объектілер әдісі: балаға таныс объектінің сипаттарын екінші бір объектіге танып айту қолдану. Салыстыру әдісі: заттар мен объектілердің ұқсастық ерекшеліктерін анықтау. Өте жіті технологиясының дидактикалық ойындары. Мысалға, дүрбі ойынның шарттары: балалар алақандарын дөңгелетіп дүрбі жасайды. Сол дүрбімен картинадағы нысандарды бөле бастайды. Нысандарды жай ғана бөлеміз демей, осындай ойынды қолданып, яғни дүрбіні ойын жаттығуына айналдырса, балалар көптеген нысандар тауып алады. Тіпті кейбіреулері дүрбілерін бұрап отырады. Болашақ педагогтар мектеп жасына дейінгі балалардың жас кезеңдеріне бөлінуін жақсы түсініп, дидактикалық принциптерге негіздей отырып тәжірибеде қолдануға үйретеді. Мұнда нәрестелік кезең, сәбилік кезең, мектепке дейінгі кезеңдегі бала дамуының ерекшеліктері мен оның бала дамуына іс-әрекетінің ықпалын оқып үйренеді. Бұл болашақта балабақшада жас топтармен жұмыс жасауға, басшылыққа алуда маңызды. Мектеп жасына дейінгі баланың үдемелі дамуын қамтамасыз ету үшін сәбилердің жоғарыда аталған даму мүмкіндіктеріне сүйеніп, оның өмірінің әрекеттерінің мазмұнын айнала қоршаған ортамен қарым-қатынын өзгерту керек. Сәбидің жаңа талап тілегін, қажеттілігін қамтамасыз ету үшін бұрынғы өмірін қайталау аз. Ол қанағаттандырмайды. Сол себептен баланың бұдан былайғы өмірін мектепке дейінгі кезең талабына сай ұйымдастырған жөн. Бала дамуындағы іс-әрекеттің ықпалы педагогикалық жағынан дұрыс ұйымдастырылған кезең. Кез келген іс-әрекет баланың ақыл ойын, нышанның, еркінің, қабілетінің
танымдық күшінің жан-жақты дамуына әсер етеді. Іс-әрекет белгілері бір мақсатқа бағытталады, жоспарланады, нәтижесі алдын ала бағдарланады, әдістері мен тәсілдері, жолдары белгіленеді, қорытындысы нәтижесі бағаланады. Іс-әрекетті ұйымдастыру дәрежесі жоғарылаған сайын бала дамуына тигізетін ықпал да күшті болады. Жас ерекшелігінің әр сатысында бала іс-әрекеттің түрі ғана өзгеріп қоймайды, оның мазмұны да, тәсілі де, сипаты да, ниеті де өзгереді. Ойын әрекеті баланың барлық нышандарының дамуына мүмкіндік тудыратын өзіндік ерекшелігі бар интеллектуалдық мектеп. Ойында іс-әрекет әдістерін, жолдарын меңгереді бар интеллектуалдық мектеп. Ойында іс-әрекет әдістерін, жолдарын меңгереді. Аяқтан асып кеттің ғой. Аха. Қорытындылы. Қорытындыны мен айтып жатырмын ғой. Осы іс-әрекеттер үстінде бала жан-жақты дамиды, айналадағы дүниеге деген адамдарға қарым-қатынасы қалыптасады. Сонымен іс-әрекет баланың дамуының негізі. Іс-әрекетсіз даму жоқ. Бұл педагогиканың ерекше заңдылықтарының бірі. Рахмет, Назгүл. Келесі Калиева Гүлнар Мұратовна. Дайынсыз ба? Дайынсыз, иә? Так, жақсы. Калиева Гүлнар Мұратовна мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану тақырыбында баяндайды. Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде инновациялық технологияларды қолдану. Мектепке дейінгі мекемелердегі білім беру жүйесінде оқыту тәрбие беру үрдісін технологияландыру басты мәселенің бірі. Осыған орай мектепке дейінгі мекемелердің тәжірибесінде оқыту мен тәрбиелеудің әртүрлі технологиялары жасалып енгізілуде. Әрине, мынандай педагогикалық технологияға анықтама берген ғалымдардың бәрін атап өтсек те болады. Олар Беспалко, Монахов, Кларин, Тречков, Синовский, тағы да басқалар. Білім беру жүйесіндегі педагогикалық технологияны қолдану келешек ұрпақтың еркін дамуына, жан-жақты білім алуына, белсенді шығармашыл болуына жағдай жасау әрбір педагогтың міндеті болып табылады. Білім беру жүйесінде қолданылып жүрген педагогиялық технологиялар ынтымақтастық педагогикасы, білім беруді әзірлендіру, ойын арқылы оқыту, проблемалық оқыту, модульдік оқыту, тірек сигналдары арқылы оқыту, дамыта оқыту, түсіндіре басқарып оза оқыту, өздігінен оқыту, сын тұрғысынан ойлауды дамыту, оқытудың компьютерлік технологиясы, бағдарламалық оқыту, деңгейлеп оқыту, тағы да басқалары. Білім берудің алғашқы деңгейлері балабақшадан бастамалық. Мақсаты мектепке дейінгі балалардың білім алуына бірдей бастапқы мүмкіндіктерді қамтамасыз ету. Кез келген оқыту технологиясы тәрбиешіден терең теориялық, психологиялық, педагогикалық, әдістемелік білімді, педагогикалық шеберлікті балалардың жан дүниесіне терең үңіліп, оны ұғына білуді талап етеді. Қазіргі таңда мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде қолданылатын педагогикалық технологиялардың бірнеше түріне тоқталсақ. Дамыта оқыту технологиясы күрделі құрылымы, біртұтас педагогикалық жүйе. Оның нәтижесінде әр баланың өзін-өзі өзгертуші субъект дәрежесінде көтерілу көзделіп, оқыту барысында соған лайық жағдай жасалады. Дамыта оқытудың дәстүрлі оқытудың айырмашылығы көздеген мақсатында мәніне, мазмұнына, дамытушылардың негізгі факторларына, педагогтың рөлі мен атқаратын қызметіне, әдіс тәсіліне, тағы да басқа. Бұл бағыт
бағдарлы идеялар бүгінгі білім беру аясында қолдау табуда. Педагогика ғылымның зерттеушілері тәлім тәрбие беру үрдісінің негізгі мақсаты бала тұлғасын дамыту деп таниды. Бірақ тұлға дамуы туралы ізденушілігі психологияның айтуы бойынша әр адамнан өз қолында. Оны сырттан әсер ететін күшпен дамытуға болмайды. Осы пікірден туған білім беру мақсатының басқа да тұжырымы бар. Бала тұлғасын дамыту, ол оның толық өзіндік қалыптасуының, өзіндік жетілуінің амалы ретінде қарастырылады. Сондықтан білім беру жүйесінің мақсаты баланың табиғи күштері мен мүмкіншіліктерін өзіндік ашылуына қолайлы жағдай жасау болып табылады. Ол үш тұлғаның дамуын көздейтін білім беру үрдісінің деңгейлеп саралап оқыту технологиясының мақсаты әрбір балаға өзінің даму деңгейіне оқу материалын меңгеретін қамтамасыз етеді. Деңгейлеп оқыту әр балаға өз мүмкіндіктерін пайдалана отырып білім алуына жағдай жасауға мүмкіндік береді. Деңгейлеп оқыту әртүрлі категориядағы олармен саралай жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ойын технологиясы ойын оқу үрдісінің оқытудың әрі формасы, әрі әдісі ретінде дербес дидактикалық категория. Сонымен бірге ойынды педагог пен балалардың бірлескен оқу әрекетінің өзара байланысты технологиясы ретінде қолдануға болады. Проблемалық оқыту. Ойлау операцияларды логикасы талдау, қорытындылау және тағы басқа балалардың ізденіс әрекетінің заңдылықтарын, проблемалық ситуация, танымдық қызығушылығын және ескере отырып, оқу мен оқытудың бұрыннан мәлім тілдерін қолдау ережелерінің жаңа жүйесі. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы. Сын тұрғысынан ойлау ұжымы белгілі бір идеяларды қабылдай отырып, оның неге қатысты екенін зерттеу, салыстыра алу, сол идеяларға қарсы көзқарастарымен тепе-теңдікті ұстап, зерттеу, оларға сеніммен қарау. Сын тұрғысынан ойлау сыннан емес шындалған ойлау. Бұл деңгейде ойлау тек ересек адамдарға жоғары сынып оқушылардың жаңа деп ойлау аса дұрыс емес. Жас балалардың да бұл жұмысты дұрыс ұйымдастырған жағдай өз даму деңгейіне сәйкес оны шындалып белгілі бір жетістіктерге жетері сөзсіз. Интерактивті әдістер, эвристикалық әңгіме. Бұл әдіс бойынша әртүрлі сұрақтар мен мысалдар арқылы оқушының әр бетінше дұрыс жауап беруіне мүмкіндік туғызады. Дискуссия. Бұл арнайы жоспарланған еркін сұхбат. Ол арқылы теориялық сұрақтарды талқылайды. Дискуссия сөз әрекетінің диалогты түрі. Бұл әдіс арқылы әңгіме барысында туындаған әртүрлі ойлар алмасып, пікірлер ортаға салынады. Миға шабу. Бұл әдіс күрделі мәселенің жауабын миға келетін қайсы бір ойлардың, ұйғамдардың кездейсі ұқсастығын сонымен қатар пайда болып және қажет емес ассоциациялар арқылы табу. Әскерлік ойындар, ол тренингтер. Қазіргі таңда мектепке дейінгі ойындарда инновациялық технологияны енгізуде көптеген күш жұмсалды. Сол себепті мектепке дейінгі ұйымдарда педагогтардың негізгі міндеті әдіс тәсілдерді дұрыс таңдау, жаңаша педагогикалық технологияларды дұрыс қолдана білу, жеке тұлғаның дұрыс дамып қалыптасу үшін ыңғайлы жағдай жасау. Мектепке дейінгі білім беру орындарында педагогикалық технологиялар мектепке дейінгі білім беру стандартын жүзеге асыруға бағытталған. Сонымен қатар мектепке дейінгі мекемелерде инновациялық білім беру
құралдарын қолдануы да маңызы зор. Инновациялық білім беру құралдарына аудио, видео құралдар, компьютер, интерактивті тақта, интернет, мультимедиялық құрал, электрондық оқулықтар мен әдістемелік кешендер, инновациялық ақпараттық банк, инновациялық сайт және тағы басқалары жатады. Ассоциация әдісі. Сол тыңдаған ертегі жайлы мәлімет беріледі. Мысалы, бауырсақ ертегісіндегі ортасында кейіпкерлерді, бауырсақты, қасқырды, айды, түлкіні балалар жапсырып қойып, қиынды суреттердің ішінен іздейді. Ой қозғау әдісі. Балаларға ертегілерге берілген жұмбақтарды жасыру. Қорыта келіп айтатын болсақ, аталған педагогикалық технологиялар, инновациялық құралдар балабақшада балалардың жас ерекшеліктерін ескеріп, әр сатыға балалардың қабылдау мүмкіндіктеріне сай пайдалануға болады. Мектепке дейінгі балалардың есте сақтау қабілеті әлсіз, қабылдау процестері тұрақсыз келеді. Сондықтан олар затты қолмен ұстап, көзімен көргенді ұнатады. Осыған сәйкес мектепке дейінгі балалардың оқу іс-әрекеттеріне көрнекілік ойын технологиясын кезінен қолданған жөн. Тәрбиеші бала бойына білім нәрін себетін басты тұлға. Жаңашыл тәрбиеші даярлауға қойылған талаптар оқытудың жаңа түрлерімен қаралып отырып, қазіргі уақыттағы кәсіптік дағдыларын еңгере бағытталған оқытудың жаңа жолдарын енгізуге көздейді. Рахмет. Гүлнар Мұратовна. Рахмет. Келесі, Дакилова Асемгүл, дайынсыз ба? Дакилова Асемгүл. Дайынбыз. Дакилова Асемгүл Абыспаевна. Мектепке дейінгі ұйымдарда ойын технологияларын қолдану ерекшеліктері. Мен сұрайтын Асемгүл Абыспаевна, уақытты мөлшерлеңіз. Түсінікті. Дидактикалық ойындар технологиясы. Балалардың ойлауын дамыту туралы Мағжан Жұмабаевтың еңбегінде ойлау жанын өте бір қиын терең ісі. Жас балаға ойлау тым ауыр, сондықтан тәрбиеші ойната отырып, ойлантуға, жүйелі сөйлеуге ұмтылтыру қажет. Ойнай жүріп балалар қоршаған орта жайлы білімдерін толықтырады, дербес шешім қабылдауға дағдыланады. Ойлау барысында ұтқырлық пен тапқырлық танытады. Бала ойын үстінде дүниетанудағы өз мүмкіндікшілігін сезінумен қатар айналасындағы адамдар олардың әрекетіне көңіл аударады. Заттың ішкі мазмұнын білгісі келеді. Дидактикалық ойындардың тиімділігі олардың ұйымдастырылған оқу іс-әрекет кезеңіндегі орны мен міндетін және мақсатын дәл анықтауға, оны қолданудың теориясы мен практикасын тәрбиешінің жетік игеруіне, шеберлік танытуына, ойынға қажет материалдардың жиынтығын алдын ала дайындап алуға, ойын процесіне балаларды белсенді ұйымдастыруға байланысты. Дидактикалық ойындардың оқыту мазмұнына сәйкес түрлері. Ойын саяхаттар, мысалға алсақ, олар ертегілерге ұқсас. Олар фактілер немесе оқиғаларды бейнелейді, бірақ олар ерекше түрде ашып көрсетіледі. Қарапайым жұмбақ арқылы қиындық оңай жолмен, қателіктер қызық жолмен беріледі. Екінші ойын тапсырмалар, мысалға алсақ, бұл ойындардың негізін заттар мен әрекет сөздік тапсырмалар құрайды. Ойын міндеттері мен әрекеттері бір нәрсені болжалауға негізделеді. Ойын болжамдары. Бұл ойындар не болар еді,
мен не істер едім егер деген сұрақтарға негізделеді. Ойын жұмбақтар. Жұмбақтың негізгі ерекшеліктері логикалық астарының болуында. Олар баланың ой әрекетін белсендіреді. Жұмбақ салыстыру, теңеу және сипаттау арқылы ұғымның қасиеттерін ажыратуға тәрбиелейді. Баланың қиялын дамытуына әсер етеді. Ойын әңгімелер. Ол тәрбиешінің балалардың тәрбиешімен және балалармен қарым қатынасын негізделеді. Бұл қарым қатынас ойын мазмұнында ерекше сипатқа ие болады. Ойынның құндылығы олардың эмоционалдық түрде белсендіруге, бір сөздікке, өзара әрекет жасауға, бірлесіп ойнауға мүмкіндік туғызады. Дидактикалық ойындарды құру принципі. Балалардың іс-әрекетіндегі ойын түрлері мен оқуды байланыстыру, ойын тапсырмалары арқылы біртіндеп қызықты, жеңіл ойындардан оқу тәрбие міндеттерін көшіру, ойынның шарты мен ойын міндеттерінің біртіндеп күрделенуі, берілген тапсырмаларды шешуде баланың ақыл-ой белсенділігін арттыруы, оқу мен тәрбие міндеттерінің бірлігі. Дидактикалық ойындардың құру ережелері. Ойын ережесі қарапайым, нақты тұжырымдалған болуы шарт. Екіншіден, ұсынылған материалдардың математикалық мазмұны балалардың түсінуіне жеңіл, қолжетімді болуы керек. Үшіншіден, ойын ойлау әрекет үшін қажеттілікті жеткілікті түрде қамтамасыз етуі керек. Ойын кезінде қолданылатын дидактикалық материалдар, құрал жабдықтар қолдануға қолайлы болуы тиіс. Олай болмаса, ойын тиісті нәтижесін бермейді. Әр бала ойынның белсенді қатысушы болуы керек. Баланың ойынға кірісу кезегін ұзақ күтуі баланың ойынға деген қызығушылығын төмендетеді. Егер сабақта бірнеше ойын жүргізілсе, математикалық мазмұнның жағынан оңайы мен күрделі ісі кезектесе жүрілуі тиіс. Математикадан қарапайым ұғымдарды қалыптастыру әдістемесі мектеп жасына дейінгі балалардың математикалық дамуының заңдылықтарының математикалық дамуын қамтамасыз ететін педагогикалық жағдайларды зерттейтін ғылым. Мектепке дейінгі баланың қоршаған ортаны тануға ерекше белсенді болып келеді. Ал математикаға деген қызығушылығы ерте басталады. Баланың дүниетанымы, көзқарасы ең алдымен көзге түскен заттардан қалыптаса бастайды. Бала өз бетімен ұстап көру, сезіну, қателесу арқылы дамиды. Мектепке дейінгі мекемедегі педагогикалық үрдісте ойынның рөлі ерекше еркіндігі белгілі. Өйткені мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті ойын болып табылады. Сондықтан да оқу тәрбие жұмысының орталық құрылымы ойыннан құралатынын ұмытпаған жөн. Қызықты ойындар оқу үрдісін қосымша жүктемесін жүргізуге көмектеседі. Кез келген ойын баланың толыққанды дамуына қажетті нақты тәрбие алуға ықпал етеді. Ең бастысы қоршаған әлем жайлы қарапайым түсініктер мен танымдық іс-әрекеттің қарапайым дағдыларын игерген дағдыларын күнделікті өмірде қолдануға қабілетті мектепке дейінгі жастағы бала тұлғасына қалыптастырады. Болды. Рахмет. Сонымен бүгін біздің қарастырған инновациялық технологиялар мектеп жасына дейінгі балаларға арналған болып табылады. Сонымен қатар оқуға ерте үйретуде бірнеше технологиялар жатады. Интерактивті технологияларға оқуға ерте үйретуде жатады. Балаларға сөздерді толық оқуға үйретудің озық әдістемесін балаларды ерте оқытудың қолдаушысы Глен Доман әзірледі. Дәрігер ретінде ол оқу мидың өсу кезегінде ғана тиімді екенін білді. Ал адамның миы 7,5 жасқа дейін, әсіресе алғашқы 3 жылда қарқынды өседі. Доманның әдістемесі қазіргі уақытта да қажет.
балаларын ерте оқуға үйретуді бастау үшін ата-аналар мен тәрбиешілерге көмектесетін жаңа әдістемелік кешендер әзірленді. Ол кешендер жөргектен оқу әліппесі, Глена Доманның үйлестірме қағаздары. Бұларды Ресейдің ғана емес, сонымен қатар басқа да шетелдердің ата-аналары мен тәрбиешілері сәтті қолдануда. Глен Доманның үйлестірме қағаздарына тоқталатындай болсақ, ол 6 айдан асқан балаларды дамытуға арнайы жасалған. Олар тілінің, ойынның, баланың елестеуі мен жылдам оқу және жылдам ойлауын дамытуға жағдайлар жасайды. Сонымен қатар, баланы қоршаған ортамен таныстырып, сөздік қорын арттыруға керемет мүмкіндік. Топтама артында сабақтардың өзіндік күнделіктері бар және көрсетім саны белгіленген үйлестірме қағаздардан құралған. Бала жиі қолданатын 150 сөз және алғашқы сөздер, күнделікті сөздер, жануарлар, сөз тіркестері тақырыптарындағы 600 сөз тіркестері жазылған 5 интерактивті DVD дискілері бар. Сонымен қатар дискілерде оқуға үйрету және тілдерін дамыту бойынша қызықты ойын сабақтары бар. Сөздер мен сөз тіркестерінің мағыналары ашылатын, балалармен түсіндірілген видеороликтер, қызықты фотолар мен суреттерді, түрлі фонда және әртүрлі карттермен жазылған сөздер мен сөз тіркестерін, сөз жасаушылармен, ойындармен және көңілді әндермен анимация көрсету. Әдістемелігі қарапайым. Балаға бірнеше рет роликтерді 5 минуттан көрсету қажет. Сөздерді тұтас оқуға, әріптер ұғымын дермес түсінуге үйренеді. Құрметті әріптестер, құрметті тыңдаушылар, сұрақтарыңыз бар болса қоюларыңызға болады. Осымен біздің вебинарымыз аяқталды. Келесі вебинар бізде мазмұндық модуль бойынша өтеді. Уақыты және скайп ссылка барлығы макетте берілген. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Olsun.